Жалпы сізге келетін кәсіпкерлердің жиі кездесетін запростары қандай? Енді запрос дегенде андай ғой, ең үлкен кәсіпкердің проблемасы ол делегирование дейді ғой, басқа біреуге тапсыру. Нәпсістің үш несі бар ғой, қатты қалау, мақтану, өзінің есімін жаю, екіншісі барлық нәрсені иелену, иемдену, менікі деу, үшіншісі басқа біреумен жарысу, озып түсу. Вот екінші қалауына келгенде кәсіпкерлер ең көп осыдан қатты қиналады. Өйткені бизнес кәсіп бір жерге шейін дамиды, әрі қарай уже күші жетпейді. Оны өсірейін десе белгілі бөліктерін басқа біреуге тапсыру керек, а тапсырайын десе нәпсі жібермейді. Сосын не былай тартады, не шаршайды, өшеді, жаңағындай бір бизнесті өсіре алмай. Не өсіріп, өзін жаңа нәпсісіндегі жаңа елену несін басып, басқа біреу тапсыру болу керек та, доля беріп деген секілді сондай не болу керек та. Ең номер один енді жаңа запрос осы неден келеді, адам өзінің нәпсін өзі қырлады. Бітшіт болады. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе андай, көп кәсіпкерлер өзіне қарамаған адам алады да, оны өсіреді. Өсіреді, жаңағындай бүкіл білімін береді. Енді қияттан адамға, енді жаңағы ақылында барын береді. Бірақ бір күні ол кәсіпкер алады да бөлініп кетіп қалады. Сосын қабылдай алмайды. Сосын неге десе, өйткені өзі оның бөлініп кетуін өзі сөйтіп тәрбиелеген да. Өйткені өзі де кезінде бөлініп кетті ғой. Өзі дарағандай тәуелсіз боламын деді да. И басқа біреуге тәрбие берген уақытта өзінің тәуелсіздігін де оған тәрбие ретінде береді да. Анау да тәуелсіз өседі да сосын. Сосын мен айтамын, енді әрине ол сен неге бөлінеді? Өйткені сен тура өз копияңды салдың ғой деймін да оған. Сондықтан ол бөлініп кетеді деймін да. А ол ренжиді, ол ойлайды, ол басқаларға тәуелсіз болсын, а маған тәуелді болсын дейді да. Олай болмайды. Өзің қандайсың, сондай бала өсіріп шығасың ғой, енді тәрбиелеп шығасың ғой. Вот сол секілді қандай кәсіпкер боласың, қол астында сондай адам тәрбиелеп шығасың да, а ол соны түсінбейді. Ол сол жері не да, андай қырылады да. Өзі қасқыр, қой өсірем деп ойлайды, бірақ в итоге екінші қасқырды өсіріп шығарады да, ол да қасқыр сосын бөліп кетеді. Сонымен сосын ең көп қиналатын осы екі сұрақ. Біріншісі делегирование жасау, екіншісі өзі секілді адамды асырап алады да, өсіріп алады да, тәрбиелеп. Сосын неге маған ұқсайды деп өзі ренжиді сосын. Осы ең үлкен проблема. Күшті. Яғни андай ғой, бізде енді мысалы көп жалпы делегирование тоже жасап жүрміз ғой. Енді інілерімізге жаңағыдай өсіп келе жатқан топ менеджментқа доля береміз, не береміз. Сонда получается енді қатты көп не істемеу керек қой сонда. Оларды былай определенный өсіріп, енді бірақ Құдайдан байланысты ғой. Ол надо уметь отпускать деген сияқты ғой. Отпускать, ол жіберу керек, бірақ мынандай нәрсе де бар. Өзі бизнесқа 4 түрлі жұмыскер келеді. Біреу ақша үшін келетіндер, төлесең істейді, төлемесең істемейді. Екінші резюме үшін келетіндер, олар трамплин секілді қолданады да, менің резюмемде мына кісінің бизнесінің аты болсын деген секілді. Біреудің атының арқасында өзінің атын көтеру деген секілді. Бұл екі сотрудниктен сразу нету керек, құтылу керек. Бұлар алысқа бармайды. Үшіншісі ол үйрену үшін келетіндер, бір нәрсе үйренеді. Бірақ үйренетіндер де жарты жыл, максимум 1 жыл жүреді. Кейін 1 жылдың ішінде ол барын үйреніп алғаннан кейін жалға бастайды. Осындай бір қауіп бар. Төртіншісі ол идея үшін келетіндер. Бір тақырып, бір шынымен де бір осы салада бір нәрсе өзгерткісі келеді, халқына қызмет деген секілді үлкен бір андай бір рухани бір миссиямен келеді. Бик идеямен. Иә. Вот үйрену үшін келген кісілерді мына 4-ші категорияға, жаңағындай идея үшін келгендерге ауыстыруға болады. Бірақ ол үшін ана бизнестің несінде бизнестің егері жарты жыл 1 жылдың ішінде үлгеру керек. Ананы үйретіп жатып, өзінің идеясына, өзінің құндылықтарында үйретіп үлгеру керек. Сол кезде анау кетпейді, егер идеясына ғашық болса. Сол кезде қалады. Сол кезде единомышленник дейді, былайша айтқанда, бір жерден ой, бір жерден шығатын сондай бір не болады да, бір жүйе құрастырылады да. Ал егер ол тек қана бизнес жасауды үйретті, бірақ өзінің құндылықтарын жеткізе алмаса, 1 жылдың ішінде сол бір окошко болады өзі сол неде периодта. Одан аспаса, онда ол адам өзінің бір идеясымен, өзінің бір несімен кетіп қалады. Ол басқа құндылықтармен басқа жаққа кетіп қалады. Сондықтан осындай мәселе бар. И кәсіпкерлерге де үнемі айтамын, үйрет, бірақ құндылықтарында міндетті түрде жеткіз. Бұл андай емес, бұл пропаганда деп ойлап қалмасын адамдар. Жоқ, бұл кәдімгідей өзің не үшін өмір сүресің,
құдайдан қорқасың ба қорықпайсың ба, адал болу керек емес па, халқыңа қызмет етесің бе етпейсің ба, бұл жалпы адами құндылықтарды осы нәрселерді түсіндірілу керек. Сол кезде адам ұнатса жанында қалады, и ол уже нетпейді, саған қызмет етпейді ол жаңағы, сол құндылықтарға қызмет етемін деп сол жерде қалады да. Күшті. Яғни андай екен да, андай кейс өзімде болды да, андай бір енді бастаған кезде біз бір кәсіпкерлермен бастадық, партнер болдық. Енді мен олардан бөлініп шыққан кезде кәдімгідей бір травма болды да, шынымен де. Ол кісілерге травма болды, олар не істеп, олай қалай, сен бастап жатсың ғой, босқа бөлек кәсіп, сен что кетіп жатсың ба деп. И қазір өзімдегі жаңағыдай бір бастап жатқан жас кәсіпкерлерге мен наоборот андай стараться етемін да, енді оларды сен бұндай емес, істеп жатқан бәрін алла тағала, мен жай как бы құрал немін деп ше, солай. Бірақ шынымен де жаңағы дөп басып айттыңыз, бір үлкен жаңағыдай бір big idea, бір үлкен бір миссия болмаса, не болмаса, адамдар шынымен де қалмайды екен. Қалмайды. То есть ол айлық болсын, там доля болсын, басқа болсын, ол 4-5-ге кетіп қалады, бір үлкен миссияға шынымен де адам мұқтаж.